Қоғам арасында резонанс тудырған қиял әлемі мен Кеңбаба саябағындағы сүру жұмыстары жалғасып жатыр. Сала жауаптыларының сөзіне сенсек, дәл осы саябақтың орнына жаңа парктер, яғни қала халқына тегін демалатын демалыс орны пайда болады. Қазіргі таңда оның жобасы әзірленіп те жатыр. Дегенмен, әлеуметтік желіде дәл осы саябақтың орнына тұрғын үй салынады деген ақпарат шындыққа жанаспайды деді басқарма басшысы. Қиял әлем орнына тұрғын үй салынады дейсіз бе? Ондай біздің жоспарымызда жоқ. Бұл парк мемлекеттік парк болып табылады. Енді бұл паркте жаңада айтып кеттім, бей-берекет сауда орындарына айналып кеткен, олардың барлығы заңсыз. Қазір заңсыз құрылыстардың бәрі толықтай бұзылып, орнына өзіміздің қолданыстағы тегін тұрғындарға әдемі заманауи парк салынатын болады. Ешқандай да құрылыс жұмыстары және басқа да әлеуметтік нысандар, тұрғын үйлер салынбайтын. Одан бөлек мынау жекешеге өтіп кеткен Кеңбаба және де Қиял әлем саябағы. Ол жер саябақ деп айтуға мүлдем келмейді. Ол бір сауда орны сияқты, жабайы сауда орнына айналып кеткен. Қазіргі таңда қала әкімі тапсырмасына сәйкес Кеңбаба және Қиял әлем парктері мемлекеттің теңгеріміне өтті. Қазіргі таңда Кеңбаба және технопарк бойынша, халықтың аузында айтылған технопарк бойынша ұсыныстар әзірленуде. Бұл ұсыныстар әкімнің нақты тапсырмасы бар бізде. Осы бойынша біз жұмыс атқарудамыз. Кеңбабаның концепциясы мен технопарктың концепциясы әзірленгеннен кейін біз сіздерге қосымша баяндайтын боламыз. Бұл жерде аттракциондар емес, нағыз жаңағыдай активный отдых дейді ғой, орысша айтқанда, сондай паркке айналатын болады. Сондай-ақ осы жылы Абай, Металлург және де Алатау саябағында балалар алаңшасы салынады деген жоспар бар. Оған бюджеттен де ақша бөлінеді, сонымен қатар демеушілер де тартылады деп көзделген. Айта кетерлігі, бұл көпқабатты тұрғын үй алдында салынған балалар алаңшасына ұқсас, және де ол қала тұрғындары үшін тегін болмақ. Бұл жұмыстар, бұл қызмет түріне ешқандай да ақы төленбейді, келушілерге тегін болады. Жалпы 3 саябақтың балалар ойын алаңшасына 123 миллион теңге қаражат бюджеттен бөлінген болса, орталық саябаққа және Металлург саябаққа бізде демеушілер есебінен салынатын болады. Бізде қазіргі таңда орталық саябақта жерін бекіту және де эскизін бекіту жұмыстары қазіргі таңда аяқталды. Осы жақын арада бір 2 ай көлемінде ол жақта құрылыс жұмыстары жүргізіліп, тұрғындарымызға пайдалануға берілетін болады. Бұдан өзге саябақтарда ағымдағы жөндеу жұмыстары да жүргізілген, ондағы ескерткіштер де қайта қалпына келтірілген көрінеді. Дегенмен де оны бұзатын вандалармен күрес жұмысы күшейтіледі, яғни саябақтарға бейнекамералар орнатылады. Қойылған ескерткіштердің граниттерін сындыру, жарық шамдардың лампыларын сындыру жұмыстары бізде көп орын алып тұрады. Бұл жауапкершілікке тартылатын, әкімшілік жауапкершілікке тартылатын дүниелер. Қазіргі таңда қаламызға камералар орнату жұмыстарының күшейтілген, өздеріңіз де білесіздер. Бұл жұмыстар біздің саябақтардың ішінде де қарастырылған. 2025 жылы біз орталықтағы, біздің қаламыздағы үлкен саябақтармен және де жаңадан салынған скверлерге осы бейне бақылау камераларын орнатып, тәртіпті күшейтілген режимде қарайтын боламыз. Тағы бір ақпар, 2025 жылы Қошқар ата өзенінің 4 шақырым жағалауы абаттандырылады. Ол үшін бюджеттен миллиардтаған қаржы да бөлінген. Жалпы Қошқар ата өзені біздің табиғи ескерткішіміз, қаламыздың тіршілік көзі. Жалпы осы Қошқар ата бойын тазалау, ол тек қана мемлекеттің міндеті емес, бұл тұрғындар тарапынан, қоғам тарапынан таза ұстау, бұл жалпы біздің парызымыз деп есептеймін. Қошқар ата өзенін тазалау жұмыстары тұрақты түрде жүргізілгенмен, арамызда азаматтар бар, өзен арнасына құрылыс материалдарында тастайды, басқа да өзінің тұрмыстық қалдықтарында тастап жатады. Бұл бізді қынжылтады әрине. Қошқар ата өзенін тазалау жұмыстары, осы арнаның түбін тазалау жұмыстарын біз абаттандыру жұмыстары кезеңінде толықтай жасап, абаттандырып, екі жақ бетін габионмен қаптау жұмыстарын жүргізетін боламыз.